Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге осындай сметанник пирогын тары дәмімен жасайтын боламыз. Менің каналымды жоғалтып алмас үшін каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып қойыңыздар. Мінекей арасы осындай биік, әдемі болып шығады. Бос ыдысымызға ұнымызды салып, ұнның үстіне бөлме температурасындағы сары майымызды және шекерімізді, бір шай қасық қамыр қопсытқышымызды салып, қолымызбен крошка жасап аламыз. Құм тәріздес масса болғанша қолымызбен осылай араластырып аламыз. Крошка пайда болғаннан кейін үстіне бір жұмыртқамызды жарып, 2 шай қасық қаймақ салып, жұмсақ қамыр илеп аламыз. Осындай жұмсақ қамыр илеп аламыз және қамырымызды бетін пакетикпен жауып, мұздатқышқа жарты сағатқа қалдырамыз. Қамырымыз тыныққанша начинкамызды дайындайтын боламыз. 350 грамм майлылығы 20% қаймағымызды өлшеп аламыз. Қаймақтың үстіне 2 жұмыртқамызды және пирогымыз піскен кезде қаймағымыз бос болып қалмас үшін 2 ас қасық жүгері крахмалын қолданатын боламыз. Және қантымызды салып, венчиктің көмегімен біркелкі масса шыққанша араластырып аламыз. Осылай араластырып болған соң, үстіне тарымызды саламыз. Тарыны алдын ала ыдысқа салып, үстіне ыстықтау су құйып, 10-15 минут бөктіріп аламыз. Мен бұл жерде 100 грамм тары қолдандым. Негізінде 50 грамм тарымен пирогымыз өте әдемі шығады. Меніңкі де әдемі шықты, бірақ тары көп болғандықтан беті сәл жарылып шықты. Сондықтан сіздер 50 грамм тарыны қолданыңыздар. Осылай араластырып болғаннан кейін формамызды дайындаймыз. Менде диаметрі 24 сантиметрлік форма. Шет-шетін осылай жабысып қалмас үшін сары маймен майлап жібердім. Дайын болған қамырымызды осылай қолымызбен жайып, пирогымыздың астыңғы бөлігінің формасына келтіріп аламыз. Біркелкі формаға келтірген соң, ортасын шаншқымен тесіп шығамыз. Астыңғы бөлігі қатты томпайып көтеріліп кетпес үшін. Және бортиктарын осылай күрекшенің көмегімен біркелкі етіп тегістеп шығамыз. Осылайша дайын болған қамырымызға тары араласқан қаймағымызды қосып, алдын ала қызып тұрған 170-180 градус пешімізде 35-40 минут пісіріп аламыз. Мінекей пирогымыз менде 40 минутта пісіп шықты. Осылай тарысы сәл көп болғандықтан беті кішкене жарылды. Бірақ дәмі өте керемет болып шықты. Арасы да толық піскен. Тарымыз бен қаймағымыз өте әдемі үйлескен дәм болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Келесі видеода кездескенше.